Мединеде жүрген кезде Омар радиаллаху анху умра жасауға шығып жатады, умра жасауға. Сонда қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Ей Омар, қасиетті мекенге бара жатсың." Меккен айтады: "Қасиетті мекенге бара жатсың. Біз үшін дұға жаса" дейді да. Алла тағала: "Ва ма арсалнака илля рахматал лил аламин." Біз сені бүкіл әлемге рахмет етіп жібердік деген Алланың елшісі, бүкіл дұғасы қайтарылмай қабыл болатын пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, біз үшін дұға жасашы, ей Омар деген болса да, біздерше, біздер мұсылмандар бір-бірімізге сыртымыздан өте көп дұға жасайық, дұғада болайық. Не дейді? Мұсылманның өзіне жасаған дұғасынан гөрі мұсылман бауырына жасаған дұғасы 70 есе тезірек қабыл болады дейді. Өйткені 70 періште, бір риуаяттарда 70 мың періште басыңа келсін, өзіңе болсын деп тілеп тұрады екен ғой. Сол үшін жігіттер, бірін-бірімізге әрдайым жақсы дұғада болайық.